Сонымен құрметті оқушы, жаңағы тақырыпты біз жалғастырайық. Жаңа алдында мен сізге айтқандай, палеолиттің өзі 3 кезеңге бөлінеді. Палеолит ерте, орта, кейінгі палеолит деп аталатын 3 кезеңге бөлініп тұр. Қайта-қайталайтын болсақ, палеолит адамзат тарихының ең ұзақ кезеңі. 2 миллионнан 500 мыңнан 12 мың жылдыққа дейін. Әрине бұл жерде біздің заманымыздан бұрынғы кезеңдер екендігін сіз білесіз. Құрметті оқушы, енді ары қарай жалғастыратын болсақ, ерте палеолит біздің заманымыздан бұрынғы 2 миллион 500 мыңнан 100 мың жылдық аралығын қамтиды. Орта палеолит біздің заманымыздан бұрынғы 100 мыңнан 40 мың жылдық аралығын қамтиды. Кейінгі палеолит біздің заманымыздан бұрынғы 40 мың жылдықтан 12 мың жылдық аралығын қамтиды. Сонымен келесі мәліметіміз тас дәуірі мен қола дәуірінің ортасында өтпелі болып тұратын бізде дәуір бар. Ол кезеңді біз шартты түрде тарих ғылымында энеолит деп атайды. Энеолиттің энеолит деп аталатын себебі адамзат тастан жасалған еңбек құралдарымен қатар мысты да қолданған. Сол кезеңді шартты түрде мысты тас, ғылыми тілмен айтқанда энеолит деп аталады. Энеолиттің хронологиялық шеңберін мен сізге енді ұсынамын.